Кешірілмес қателік. Болған оқиға. Мам, қараш мына көйлек қалай? Тырсиып тарбып тұрған жоқ па деп, Еркетай мамасының алдында еркелей билей бұраңдады. Мам деп аталған әйел жасы 47-тен асса да, қызға ұқсап қылымсуын қоймаған Қатипаш еді. Еркетай Қатипаштың екі ұлының арасындағы өзі айтпақшы маленький цветочек қызы. Телефоннан жақсы, риза көңілмен керіле басын көтерген Қатипаш: «Гүлім-ау, сен маған тартқансың. Сен не кисең де жарасады. Мен сенің жасында мектептен күніне 3-4 хат алмай қайтпаушы едім. Мырқымбайлар сөмкеме хат салып кеткенін өздерінше ерлік көретін. Бетіме тіке келіп, көңіл білдіріп сөз айтуға боқмұрын жүректері дауламайтын» деп мекерлене күлді де: «Есіңде болсын, қыз баланың ең бірінші қаруы сұлулығы. Сұлу көрініп, бетіңнің әрі болса, онда жарты өмірімнің азығы бар деп есептей бер. Тағы айтарым, қанша оқымысты болса да, бозынбай, аузынан жөндем сөз шықпайтын жігіттерден аулақ бол. Сәттілік, өжет, батыл еркекті таңдайды. Сондықтан өзіңе тіке келіп сұлулығыңа сұқтана тұрып сөз айтатын жігіттермен жүр» деп қызына күнделікті әйел философиясын оқытып жатқан Қатипаштың сөзін Еркетайдың өзі үзді. «Онда не, папам, сен әлі кішкентайсың, саған махаббат ерте, сабағыңды оқы, институт бітір, мамаң екеуміз өзің қалаған жігітке ұзатып, шырқатып той жасап ұзатамыз деп қоймай жүр» деп әдемі балғын ернін еркелей бұртитты. Еркетай өзінің жұрттан әдемілігін біледі. Себебі оның мамасы өмір бойы құлағына құйып келеді. Папасы да «Менің қызым ең сұлу періште» деп бұның сұраған нәрсесін алып береді. Еркетайдың папасы Қалжан 49-дан жаңа асса да, келін алып ата атанған жігіт ағасы. Иә, былтыр тұңғыш ұлын үйлендірген Қалжан Тенгиз Шевройл жағындағы бір құрылыс фирмасының тракторшысы. 28 күндік вахталық әдіспен жасайтын Қалжанның айлығы 650 мыңнан басталып 930 мыңға жетіп жатыр. Өз жанұясын алып бөлек отау болса да, үлкен үйленген ұлын кемпір шалдың баласы деп әке-шешесінің қолында қалдырған. Солар өздері үйлендірді, өздері келін жұмсап отыр. Сонан кейінгісі осы әңгіменің кейіпкері Еркетай, 16 жасар қызы. Бұлардан соң биыл 3-ші сыныпқа барған ұлы Салман. Қалжан әке болып балаларына ат қойып көрген емес. Үлкен ұлдың атын Ақылбек деп атасы қойды. Расында да Ақылбек десе Ақылбек кейде ақылды сөздер айтып қалғанда, ата-бабасын жіктеп түгендеп кеткенде Қалжанның өзін састырады. «Ой, қойшы соны, папаң не біледі? Жалпы есіңде болсын, Еркош. Еркектің еті арам болса да еңбегі адал. Олар ақша тауып отбасын асыраса болды. Басқа әңгімеге араластырудың қажеті жоқ. Оларға ақша керек деген кезде суырып беріп мә деп тұру міндет. Олардың үнемі естеріне салып тұратын бір жайт, ол әйел ақша тапқысы келсе, жолдары көп екенін, әйел кез келген жолмен ақша таба алатынын сездіріп қою керек. Оның үстіне әйел көрікті болса, күйеуі оның үстінде өліп кетеді. Сондықтан Еркош, ешқашан бетіңе әжім түсірме. Үнемі қымбат крем, пасталарды пайдаланып жүр. Тіпті ертең нан таппай аштан өлер болсаң да, тумбочкаңда косметичкаң толып тұрсын. Нан табылады. Ал сұлулықты бір жоғалтсаң қайтару қиын» деп Қатипаш әлі пәлсапа соғып отыр. «Мам, әжем сені жырпылдақ, 40-қа келсе де қылымсуын қоймаған көбелек, бұл ене болып қарық қылмайтын қатын деп жамандайды. Ол неге сені жаман көреді?» деп еліктің көзінде көздерін төңкеріп майса сұрады. «Ту, қойшы сол қақпасты. Ол әуелден папаң екеуміздің қосылуымызға қарсы болған. Оның үстіне бір қатыннан қалса, бір жерін кеседі деген. Сол менің қартаймайтыным, сұлу қалпымды бұзбайтынымды көре алмайды» деп ұзаққа кеткелі жатыр еді Еркетай. «Мам, біз сұңқар екеуміз ең күшті жұп боламыз. Мектептегі махаббатты өмір бойы алып өтеміз деп шештік. Ол да мені бір көргеннен ғашық болған. Мама, сен бір көргеннен ғашық болуға сенесің бе? Сенде солай болды ма?» деп мамасының есіне бір нәрселерді түсіріп жіберді. «Әрине қызым, мен де папаң да бір-бірімізді Ақтөбедегі жолдас жігіттің туған күнінде кездестіріп ұнаттық. Ертесінде үйленеміз деп шештік те, осы ауылға еріп келдім» деп ауыр күрсінді де ойланып қалды. Әрине Қатипаш қызына жас кезінде жеңілтек болғанын, мектеп бітіргесін ешқайда оқуға бармай, жеңіл жүрісті болып, ауыл ішінде атағы шығып кеткесін, өзінің туған әкесі өлтірем деп үйден қуып шығып, сол күні ауылдасының үйіне қыдырып келген Қалжанмен дастархандас болып, отырыспақ соңында жалдамалы пәтерде Қалжанмен төсектес болып, ертесінде
етегіне еріп кеткені ешқандай махаббат емес, шарасыздықтан болғанын айтпады. Бұның қыздай келмегеніне Қалжан мән берген жоқ. Мән берсе де ешқашан бетіне басқан емес. Қатипаш өзін ылғи жол болғыштардың қатарына қояды. Жас кезінде шайқап күліп ойнаған бұған тағдыр қойдан жуас, жетектеген тайлақта ертіп жүре беретін Қалжанды жіберуі өзінің үлкен жол болғыштығының арқасы деп ойлайды. Бүгінде сол өмірде жиған терген ақылы мен айласын дос қызымен отырыспаққа барғалы отырған қызына құйып отыр. Мам, мен кеттім, Сункарчик келді деп Еркетай бар мүсінін көрсетіп тұратын жабысқан қысқа етек көйлегінің сыртына безрукавка деп аталатын куртка жекетін киіп үйден шыға берді. Қатипаш ойланып отыр. Осы қызын жақсы құдаға берсе, ол да көрген жерде құдағи бір партия деп әзілдесіп тұрар қатары болса, айға жетпесе ауылға жарар атағы болса деп қиялдап, шарлап болар құдасының түр тұлғасын елестетіп кетті. Қызын малындырып, киіндіріп, ұзатып, құдағай болып төрде тұрарын, жүздеген адамның бұған қызыға да қызғана қарап тұрған елестетіп, жатып, қалғып бара жатыр еді, телефоны түспегір әндете жөнелді. Вахтадағы күйеуі екен. Ұйқысының бұзылғанын емес, қиялының үзілгеніне жыжырана телефон көтерді. Алло, Қатипаш, үйдесіңдер ме? Не хабар? Жан-жақтар аман ба? Еркош телефон алмай тұр ғой, ол қайда деп ұзақ жауап алуға көше бастады. Ту, Қалжан, сен де бір ұйықтайтын кезде телефон соғасың, не болды сонша? Бізді жауалар дейсің бе? Қызың бар дос қызымен интернеттен сабаққа керек бір нәрсе жазамыз деп кеткен. Салманчик ұйықтап жатыр. Ақылбек сірә біздің өлтірімізде шаруасы жоқ. Сенің шешең айтпақшы, біздің үйге келсе бұзылып көргенсіз болып кетеді. Басқа не айтайын? Үйден шықпаймын. Ағайынның той садақасына барып сенің атыңнан тиын-тебенін жаздырып кетем деп жақтырмаған жасырмай жылдамдата қатқылау жауап берді. Әй, Катюша, зуламай тұра тұршы. Жұмыстан келіп жуынып шайынып ауқат ішкесін әйелімізді сағынамыз да. Бақтабектердің балалары сағындым, әйелімде шаруам бар дейтін білесің ғой. Жарайды, жақсы, шаруа ауылға барғасын бола жатар деп мәймөңкелей күлді де, қызымның сабағы қалай? Бір нәрсе алғысы келіп, кигісі келіп жүрген жоқ па? Сұрап қой, жұтап жүрмесін. Қызға 40 үйден тию деген бар. Кімге не баратын үнем сұрап отыр. Достары кім? Қандай жігіт көз қысып жүр? Бәрін біліп отыр. Сен шешесісің ғой, сен бәрін білуің керек. Өтірік те болса қабағыңды түйіп қой. Баяғы көріп қалса, шешесі сарт еткізіп ұрадай деген болған екен деп айт дейді. Ұлдар бірдеңе қылып күн көрер. Атасы мен әжесі бар. Біз қанша жасқа келіп, оны жақсы көріп тұрсақ та, әжесінің бір айналайыны оларды тартып кетеді. Ұл деген көше тәрбиелейді. Жағаласып өспесе, ертең өскесін мынадай заманда өмір сүру қиындау болар. Ал қызды дұрыстап өсіру керек. Сенің ақылың мен менің табысым қызды қызғалдақтай құлпыртып, қатарының алды оқ бойы озық қылып жүрсін деп айтып жатыр еді. Қатипаш күйеуінің сөзін бөліп. Ой, сен де шабытың келе қалған екен. Ауылға келесің ғой ертең. Келген соң 25 күн сол ұл қызыңды арқалада жүрша. Давай мен ұйықтаймын деп телефонды қоя салды. Әрине ұйықтаймын деген жай сөз. Телефон шұқып, Инстаграм қарап, түннің ортасына дейін ұйықтамайды. Таңертең әдеттегідей кеш тұрып беті қолын жуып болғасын, шай ішпестен бұрын қызының бөлмесін қарап, Еркетай ұйықтап жатыр екен. Жүзіне үңіліп қарап еді, қатты қиналыспен шаршағандық сезіліп жатқанын көрді де, бұның жасында өзімде осылай таң ата келіп, талып ұйықтайтын едім ғой. Қайран, қайтып келмес жастық шағай деп ойлап, бөлмеден ақырын басып шығып кетті. Иә, өз өміріне дән риза. Ішер ас пен киер киімге тойған ана. Өзінің үлбіреген қызының бүгін түнде жеңіл желпі кумарик деп аталатын есірткіге елітіп, жоғарғы сыныпта оқитын 3 бозбаланың ермегі болғанынан бейхабар еді. Олар есірткіге тойдырып, зорлағаны өз алдына қыздың жалаңаш күйін, қатынас кезіндегі сәттерін түгел суретке түсіріп, қызды әрпіл-тәрпіл сөйлетіп бейне камераға түсіріп алған. Қатипаш асықпай отырып шай ішті. Сүйікті ісі телефонды шұқылап, Инстаграмды парақтап отырды. Еркетайдың мұғалімі телефон соғып. Еркетай сабаққа келген жоқ. Өткенде жұмада болған жоқ еді, бүгін дүйсенбіде тағы жоқ. Не болды екен? Сабақтан көп қалады. Анасы ретінде соған араласып ескертсеңіз. Үлгерімі нашарлап,
тәрбиесі де төмендейді деуі мұң екен. Қатипаш қатты кетті. Әй, бері қара, менің қызымды тәртіпсіз, тәрбиесіз деп айыптайтын сен кім едің? Мектепке барса сабағыңды біл, бармаса онда ол сенің кінәң. Сабағыңа қызықтыра алмағаның. Жалпы мектептер бұрынғыдай емес, тек әйтеуір аттарың мектеп. Дәм болсын, айлық алып жүрген біреусіңдер, деп айғайға басты. Мә, қара бұларды, үндемегенге тіпті құтырайын деді ғой. Бармайды ал сол мектебіңе. Не жөнді білім беріп жатырсыңдар соншалықты. Тапқан екенсің үндемей сенен сөз естіп отырар жаманды. Көрсетейін мен саған дей бергенде, ар жағындағы мұғалім. Апай, мен сізге басы артық не айттым? Жай Еркетайдың сабаққа келмей жүргенін айттым емес пе? Неге сонша айқайлайсыз? Не жаздым сізге деп шырпыр етті. Солай шығар, көрсетем мен сендерге үндемей отырар жанды деп ойлап отырған Қатипаш. Бармаса барар, не қылар дейсің, бір-екі күн сабақтан қалса барған күндерінде жақсылап оқытарсың. Солай шырақ, босқа телефон соғып мазамды алма деп телефонды сөндіре салды. Осылардың Еркоштан басқа шаруасы жоқ па? Мектепте пәленбай оқушы бар, соларды жөндей берсін. Менің қызым қажет болса мектепсізде өмір сүре алады. Өз жөндерін жөндей алмай жүріп, менің қызымды жөндемекші, пішту деген. Сонымен солай қайырды да малынып киініп дүкенге кетті. Алар ештеңесі болмаса да дүкен аралап, көрген киімдеріне мін тағып, майда шүйде бірдеңелерді алып, уақыт өткізіп келу әдеті. Кешке таман басын көтерген Еркетайдың ештеңеге зауқы соқпады. Мамасы әке көкелеп жүріп шырын, йогурт беріп бетін бері қаратты. Еркошай, қатты шаршапсың ғой, күшті отырыс болды ма, жақсы биледіңдер ме? Айтшы, кім қалай киініпті? Жігіттерге кім көбірек ұнады? Бұндайда отырыстың гүлі болу деген керемет сезім. Жігіт біткен қаумалап, сені көзімен ішіп жеп отырса, сен ешкімге ыңғай бермей, өзіңді көктен түскен періштедей сезініп, діңкелерін құртып отырасың. Міне отырыстың мәні деп көпіріп жатыр еді. Ту, мама қойшы, басым ауырып көтертпей тұр, барып демалайын деп, Еркетай бөлмесіне кіріп кетті. Қызының артынан барып, не болмағын білмек болып жатыр еді кіші ұлы келіп. Мама, папам келгесін тоқпен жүретін самокат алып берші, я? Сен айтсаң алып береді ғой, мама, я, деп қылқылдап тұрып алды. Ой жаным, сол ия айтам, алып бергізем. Пенсиясын той садақаға сауап отырған әке шешесіне көмектескенде жақсы ғой, одан да баласына жұмсасын. Айтам құлыным, айтам деп баласын жіберді де, өзі диванға телефонын алып отыра кетті. 2-3 күннен соң Еркетай бұрынғы күлімдеген қалпына түсіп, сабағына барып келіп жүр. Ия, оған Сункарчигі бірінші күні ақ телефон соғып барлығын түсіндірген болатын. Адам шошитындай ештеңе болмағанын, жастық шақтың қызығы осылардан тұратынын, мас болып неше жігітпен жатса да, бұны бұрынғыдай сүйетінін, енді аз болса қасындағы 2 досы да бұған қатты ғашық болғанын, мектеп бітіргесін үшеуінің бірін таңдау керегін, бұл үшеу бұны ешкімге бермейтінін, кейбір қыздар жүретін бір жігіт таппай жүргенде, бұл мықты 3 жігітті сындырып алғанын, мектеп бітіргенше осы 3 жігітпен еркін қыдырып, қалағанын таңдап, күйеуге шығу мүмкіндігі бар супер сұлу қыз екеніне әбден сендіріп тастады. Оның үстіне өздеріне тарих үшін түсіріп алған фото-видеолар барын, осыдан 3 жігітті лақтырып кетсе, бұлар қызғаныштан соларды жұртқа жариялап жіберетінін де ептеп жеткізді. Әрине, өмірдің қыр-сырын білмейтін, әке-шешеден ақыл естіп емес, тек қана қамқорлық көріп өскен Еркетайға бұл бір өмірдің берген сыйы болып көрінді. Көрінбей қайтсын. Мектептің жоғары сынып оқитын білдей 3 жігіті бұны сүйіп қалған. Өзгелерді жуытпайды. Бұл мектеп бітіргенше осылардың қамқорлығында болмақ. Басқа қыздар қызғаныштан жарылып кететін шығар деген ойлар Еркетайды қиял мен арман ауылына жетектеп кетті. 10 шақты күннен соң демалысқа келген Қалжан бала шағасын көріп, құшақтап, сүйіп мәре-сәре болып дастарханда Еркетай мен Салманды айланып, толғанып, алып бер деген нәрселерін бәрін алып беретінін айтып дуласып отырды. Қызының бойынан бір өзгерісті байқаған ол, Еркошын бірден есейіп кеткен бе, кәдімгі бойжеткен қыз болып кеткендей, тфай-тфай, ерекше бір өзгеріс бар ғой өзінде деп таңырқай қарап отыр. Қызының сәл қымсынып қалғанын сезген Қатипаш көмекке келді. Әрине, қызың есейді, бой жетті. Өтпелі кезеңнен өтіп кәдімгі көз тойдырар сұлу болды. Сен 12 жылдан бері вахтада жұмыста жүрсің. Бұлардың қалай есейіп кеткенін де білмей қалдың. Мен болмасам, осындай сұлу әдемі,
Ол қызды кім туып, кім өсіріп берер еді саған деп Қалжанға қарап көзін төңкерді. Қалжан бұны сағынғанның белгісі, әйелінің көзіндегі құмарлық деп түсініп, әңгімені көбейтпей, дем алу жағын ойластырды. Соның арасында кіші ұлы бөлмесіне кіріп кетсе, Еркетай да сыртқа зып етіп, әке-шеше таң атқанша енді іздемейді. Тек таңертең 5-6-ға дейін келіп үлгерсе болды. Соңғы кезде бұлар групповой жыныстық қатынастың дәмін алып алған. Бір алапат құмарлық соған қарай еріксіз жетелеп кетіп жүр. Ертесінде әке-шешесіне амандаса кетіп бара жатқан Қалжанға әйелі: оларды қай мезгілде шақырып келесің? Вахтадан келсең соларды асқа шақырып келетін едің ғой. Не болса да ертерек келіп кетсінші. Тезірек ыдыс-аяғымызды жуып тазалап жата қалайық. Сағынышым әлі басыла қоймас деп өтірік көлгірсіді. Ата-енесі келсе, әсіресе енесі бұған ақыл айтып, әрбір ісінен кемшілік тауып жөн айтуын қоймайды. Содан ертерек құтылу үшін тапқан айласы осы болды. Қалжан әйеліне жақын келіп, мойнын ауырта құшақтады да: жарайды жаным, түске дайында тамағыңды. Өзім ертіп келем. Әке-шешенің орны әке-шеше ғой. Апамды сағындым. Оларды үлкейіп келеді. Көбірек назар бөлмесем болмас. Етіңді молдау сал. Ыдыс-аяғыңа келін көмектесер. Тағы басқа кімдерге бұйырарын кім білсін. Арқайын әкеммен сөйлесіп отырайын. Молдау сал етіңді деп үйден шыға берді. Сыртқа ауласына шығып гаражда тұрған камери көйілгін айналып, май суын қарады да от алдырды. Айтқандай түске таман әке-шешесін, өзінің туған аға жеңгесін, үлкен ұл келінімен өзінің әкесінің қолындағы бала келінді алып жетті. Қалжан ерекше көңіл күймен оралды. Оған себеп келіннің білініп қалған іші еді. Вахтаға барып келіп жүріп, бұл немерелі болатынын аңғармапты. Кемпір шалдың баласы десе де, ақ білегі құйып қойған өзі екенін көрініп тұр. Әрине, өзі көз тірісінде менің балам демесі анық. Бірақ бүйрек шіркін бұрып тұрады екен. Күн сенбі болғандықтан бұлардың 4 көз түгел түскі асқа жиналды. Қалжанның әкесі сөйлеп отыр: балам, мен жоғары оқу оқып, диплом алып, мықты қызмет еткен адам емеспін. Тіпті жұмыс істеген мекемем гараж бастық қоям дегенде де бас тарттым. Ол кезде завгарлары жарты құдай еді. Мен мансапқа құмартпадым. Кішігірім мансабы бар адаммен қарапайым жұмысшы арасында қанша дос, жақын болса да, белгісіз бір көрінбес шекара болады. Мен сол шекараның ар жағында болғым келмеді. Не көрсем де елмен бірге көрем дедім. Сенің мына үрдісің жақсы үрдіс. Вахтадан келгенде отбасымыздың басын қосасын. Сендер қанша өз алдарыңа адам болып ана болып кетсеңдер де бізге баласыңдар. Сағынамыз, іздеп отырамыз. Сендерде менің қаным көбірек пе білмеймін, бір доға өз шаруаларыңа мығым болып өссіңдер. Бірақ бір сұрақ көкірегімне келе береді. Осы мен сендерді толық адам қыла алдым ба? Тәрбиеден кемшін қылмадым ба? Міне сол мені қинайтыны. Көптің бірі болып аман жүрсе болар дегенімде, мүмкін сендердің басқа жақтарыңда ашылмадым ба? Деп те ойға кетем. Жарайды, жақсы болары болды. Сендер бастық, төстік немесе атақты тұлға болмасаңдар да, мына отбасыларының ұйытқысы осылардың басы болуға ұмтылыңдар. Бауыр арасындағы ынтымақтастық жоғалмасын. Ұзақтаған қайырып отыр. Енді қалған өмірінде жұртқа ишай дегізбей, асаубайдың баласы немесе немересі сондай екен дегізбей алса болғаны. Менің қолымда қалтай, сен қалуың керек еді. Бірақ мен әлі өле кетер болмағасын мына ақылтайды алып қалдым. Ондағым сен еркін болып, өт басын өзі басқарып, құлашын сермеп көрсін дегенім еді. Оным дұрыс па, жоқ бұрыс па, өмір көрсетер деп сөзін аяқтағандай шайын сораптады. Иә әке, сөйлеп отырғанда сөйлеу бұлардың әдетінде жоқ болғандықтан үнсіз қостады. Үнсіздікті Қалжан бұзып, жеке кәсіппен айналысып, КамАЗ, МАЗ көліктер бар үлкен ағасына қарап: аға, көліктерің жүріп тұрма, көмек керек пе? Нан пұлдық бірдеңе тауып тұрма деп әңгімені соған бұрды. Осындай әңгімемен шайдан тұрған олар, еркектер бір бөлек, әйелдер дастархан басында қалып қалды. Қалжанның шешесі екі үлкен келінді қасына отырғызып әңгіме айтып отыр. Ене мен келіннің арасы жақын болып, қатты сыйласып кетуі қиын нәрсе. Екеуіңде кейде жақтырмай қалсаңдар да, осы күнге дейін беттен алып көрген жоқсыңдар, Құдай көрсетпесінде. Қатипаш, сенің мен туралы қақпас дейтініңді де білем. Оны өзің сараптап кейін менің жасыма келгенде түсінерсің. Егер түсінгің келсе, сонда да айтайын. Ағайынның арасын қосатын да ашатын да қатын. Сондықтан отбасында үйде ағайын туыс жөнінде
ауыздарыңа абай болыңдар. Сендер Асаубайдың ұрпағын емес, өз ұрпақтарыңды тәрбиелеп отырсыңдар. Сол ұрпақтың қандай болып өсері сендердің қолдарыңда. Қатын болып дүниеге ұл қыз әкелгеннен соң, олардың ары қарай жақсы адам болып өсуі әйелдің қолында. Сендер ұл қыздарының тәрбиесіне қателік жіберсеңдер, немерелерің өскенде алдарыңнан сол қателік 1000 есе болып шығады. Қалаларда қарттар үйі барын білесіңдер. Сол жердегілер уақытында балаларына дұрыс тәрбие бергенде, мүмкін ол жерде болмас па еді, кім білсін. Жалпы қазақ ұлты үшін қарттар үйі деген өте жаман қасірет. Екеуіңе айтарым, сол қарттар үйінің тұрғыны болғыларың келмесе, ұл қызыңа дұрыс тәрбие бер деп тоқтады. Үлкен келін үнсіз ғана бас изеп отырса да Қатипаш: ой мама, кім айтып жүр сізді қақпас деп? Мүмкін менің ақылды өнегелі ақбас кемпір дегенімді біреулер теріс айтқан шығар. Сіз керемет жансыз ғой деп зуылдатып жатыр еді. Енесі: жә болды, мен саған қақпас деп айт деген деп мал салғалы отырған жоқпын. Сен маған мынаны айтшы, мына келіндей қыз жоқ, 3 ұл. Асаубайдың немерелерінің ішінде жалғыз қыз Еркуш. Соның тәрбиесі қалай? Соны айт. Қыз тәрбиесі ол ұлт тәрбиесі деп бекер айтылмайды. Қызды тәрбиелегенде малындырып, киіндіріп, қымбат телефон алып беріп, қаршадайынан қымбат бояу-саяуға әуес ету емес қой. Білесіңдер ме? Баяғыда әжелеріміз қыз жақтан төсектің бел тұсына ешкі қылынан жасалған қалың арқан салады екен. Неге дейсіңдер ғой? Беліне арқан батқан қыз аунақшып ұйқысы сергек болады. Екіншіден белі талшыбықтай болады екен. Осы күні біреулер беліне темір доңғалақ айналдырып жүр ғой, ал оны біздің қазақ әлде қашан ойлап тапқан. Қыз қызыл орамал тартып жүреді. Ол мен қырмызы гүлдей қызбын деген белгі болса, күйеуге шыққасын ақ орамал тартқаны, мен ата-анамның алдында ақпын, абыроймен келдім, мен ақ әйелмін дегенді деп түсінеді. Қыз бол, қатын бол, қысқа киіп жалаңбас жүрсе, ол шашқа шайтан жабысып, етегіне албас теңеді. Қыздың етегіне үңілген әзәзіл албасты еркектің көз құртын оятып, қыздың абыройын төгуге шақырып тұрады. Некесіз абырой төгілген қыз ұлағатты ұрпақ әкелмейді. Себебі жатырына шайтан ұя салады. Міне шырақтарым, жақтырсаңдар да, жақтырмасаңдар да, біздің кемпірлік парызымыз білген түйгенімізді айтып отыру деп, екеуіне кезек-кезек көз тастады. Ұзын көйлек, орамал дегенді иттің етінен жек көретін Қатипаш бір қызарып, бір сұрланды. Осы кезде қасындағы абысыны: Қатипаш, екінші келіннің ішіндегі өзек қыз депті. Соның бесікке салуын, қарын шашын енем өзі қатырар, бірақ тұсауын саған кестірем. Алла сол күнге аман жеткізсе. Қатипашқа қарап еді, Қатипаш жарқырап кетті. Ой жеңеше, Алла разы болсын. Келсем өзім кесем, шешесі мен болам, ханшайымдай қылып киіндірем. Тағы зулай бастағанда енесі: шырақтарым-ай, бұйыртса деп сөйлеңдер, бұйыртса деп сыртқа шығуға ыңғайласты. Осындай әдемі сөздермен отбасылық отырыс кеш бата тарасты. 26 күннен соң Қалжан бақтаға кетті. Құмарлық әбден меңдеп алған Еркетай әке шешесіне көрініп те, көрінбей де жын ойнаққа кетіп қалып жүрген. Бір күні үйінде аяқ асты құлады. Диванда телефонмен жатқан Қатипашқа Салман жүгіріп келіп: мама, Еркеш құлап қалды дегенде, қапылып барған Қатипаш бір қызарып, бір бозарып, әлсіз тыныс алып жатқан қызын көргенде қатты шошып кетті. Жүгіріп жедел жәрдем шақырды. Жедел жәрдем келемін дегенше бетіне себілген су мен ескетілген спиртпен ептеп есін жинаған Еркетай құсқысы келетінін айтты. Салманға жуынатын бөлмеден тазикті алып кел деді Қатипаш. Сөйтті де қызына қарап: ботам-ау, жақпас не жеп қойдың екен, ұшынған шығарсың. Не пәленің бәрін заказбен алдырып жейсің, ішінде не барын кім білсін. Ойбай-ай, не болды тағы деп шыр-пыр болып жатқанда жедел жәрдемде жетті. Келген фельдшер қыз Еркетайдың қан қысымын өлшеді де ауруханаға алып кететінін айтты. Қатипаш: айналайын-ау, не болған, қауіпті ме, не болды, уланған ба, ұшынды ма екен деген сұрақтарына фельдшер қыз: апа, ауруханаға барайық, экстренный анализ алып тексереміз, сосын кезекші дәрігер алғашқы диагноз қояр. Әзірге айтарым, қан қысымы өте төмендеп кеткен деп Еркетайды киіндіруін сұрады. Еркетайды жатқызған аурухана бөлімшенің алдында ебіл-себіл болып тұрған Қатипашқа шыққан дәрігер: қызыңыздың етек-кірі соңғы рет қашан келгенін білесіз бе? Қызыңыз қашаннан бері әлсіреп жүреді. Қыз 2 қабат екен дегенде Қатипаш
дем жетпегендей қолдарымен ауа қармағандай болып тұрды да қалды. Сөйтсе дәрігердің жағасынан ұстап қалып, не дейді? Анық па, кімнен? Ойбай, қай иттің баласы екен, жауыз дегенде дәрігер. Ол жағын қызыңыз өз айтар. Әзірге мен полицияға ақпар жібердім. Бұл қылмыстық іс. Мен бұны құзырлы органдарға хабарлауға міндеттімін деп бұрылып кетті. Орындыққа отыра кеткен Қатипаштың құлағы шуылдап, айнала азан-қазан болып кетті. Оның басында тек бір ой. Ол бұны ешкім білмесе екен. Бәрі ұмыт болса екен. Бұл тек түс болса екен деген ойлар еді. Абыр-сабыр болып абысын мен енесте жетті. Не болды? Неден ұшынған? Сен телефонмен толық түсіндірмедің ғой, жағдайы қалай, көрдің бе? Сөйлесе алдың ба деп алқымдап барады. Енесі, Құдай масқарадан аулақ қылсын. Қатипа, бері қара, жаманаттан аулақсың ба? Үлкен келдің бетіндегі ұсақ сепкілмен әне бір балық сияқты қуырып тастаған тауықтың аяғын өліп жеп терлегенін көріп шошынған екен. Сұрауға, айтуға ұялдым деген. Шыныңды айт, жаманаттан аулақсың ба? Масқара болып қалған жоқпыз ба деп шыдатпай тұр. Иә, жаманат аяқ астында. Өзінің санасыздығын, пәруейсіз сүрген өмірінің нәтижесі алдынан шыққан Қатипа үнсіз қалды. Жұрттан жасыру мүмкін болмады. Ішкі істер араласты, бәрі ашылды. Жын ойнақта жасалған фото, бейне материалдар тергеушінің алдында жатты. Қатипаштың бар тапқан амалы Ақтөбеге алып кетіп қызына аборт жасату болатын. Ол әрекеті де теріс нәтиже әкелді. Қайтар жолда вагонда ұйықтап жатқан Еркетай шошып оянып вагон ішін азан-қазан қылып, еліріп көрінген адаммен жағаласа бастады. Үлкендеу бір станциядан жедел жәрдем келіп, тынышталдыратын екпе салып жөнге келсе, елірмей ауруға тап болған екен. Үйінде бөлмесінде шашы жалбырап, есі кіресілі шығасылы болып, дәретінің үлкенінде кішісінде жібере беретін жағдайға ұшырады. Жұт, жеті ағайынды деген. Бақтадан келгенде қызының мына жағдайын көрген Қалжан жүрек тұсын ұстап отыра қалды. Сол отырғаннан тұрмады. Жүректің жасырын ишемиялық ауруы бар екен. Дәрігерлер коронарлық өлім деген диагноз қойды. Осынша ауыртпалықты асаубай ақсақал төсек тартып, көтере алмай жатып қалды. Қызының дәретін жуудан шаршаған Қатипаш оны үкіметке өткізіп жіберді. Енді міне бір кезде берекелі-мерекелі үйінде жиі жалғыз қалады. Кішкентайы Салманында әжесін жағалап жүр. Бұл ол үйге баруға беті жоқ, дәті де шыдамайды. Бұрынғы араласып жүрген дос-жаранның барлығы бұны көрсе сырт айналды. Үйін шақырым жерден айналып өтеді. Бұған қатты әсер еткен жағдайдың бірі, бұл байын әдейі өлтіргенде бұны тойға шақыруды қойды. Тұсау кестірім деп отырған абысыны айнып кетті. Сылтауы ырымға жаман деген. Жұма сайын қойымшылыққа барып Қалжанның қабірімен мұңдасу. Тамын құшақтап тұрып жылау, кешірім сұрау. Қатипаш жаңа түсінді. Өзі өмір бойы еркекке ат үсті қарағанмен, бұның берекеті де, болмысы да сол күйеуі барда екен. Осы қиындықтың барлығының себепшісі болған қызын өзі тәрбиелеп, осыған өз өмірін өзі итермелегенін түсінген сайын көкірегі удай ашиды. Енді кеш, енді ештеңеде қайта оралмайды. Тек күйеуінің садақаларын берерде қайын ағасы бала шағасымен осында қонып, ағайынды жинап тарқатып кетіп жүр. Күйеуінің 100 күндік садақасын тарқатқасын келін кепшіктер ыдыс аяқтарды жуып тазалап кетіп, бұл тағы жалғыз қалам ба деп отырғанда енесі Қатипа, бері кел деп қасына шақырып алып, құшақтап отырды да, жыла. Ішіндегіні түгел шығар, құсадан өліп кетерсің. Жыла, тоқталмай, сосын шырағым, ары қарай қалай өмір сүреміз, соны анықтайық. Шырағым-ай, бұндай өмірді тілеген ештеңен жоқ қой. Осылай болсын деп жоғарыда біреу шешкен дағы деп, басының сипау мұң екен. Кетті дауыс егіліп. Қатипаш ағыл-тегіл көз жасында төкті. Күйеу өлгел көзіне тыным болмаса да, мына жас ерекше құйылды. Міне ағайындар, біздер жарысып, әдемі киініп, жақсы үй салып, жылдам көлік мініп жүргенде ұрпақ тәрбиесін мүлде ұмыттық. Соның салдарынан жетім балалар, нашақорлар, қыз-текелер, кәмелетке толмаған бірақ бір баламен ажырасып үлгерген отбасылар, бұзылған қыздар, жігерсіз ұлдар пайда болды. Орыс езгісінде болған
иманы мен жауапкершілігін жоғалтпаған Қазақстан тәуелсіздік алғаннан соң осындай ұрпақ өсті. Бұл біздің қоғамның, біздің ұрпақтың жіберген кешірілмес қателігі. Әңгіменің соңы. Әңгіменің авторы Мұрат Кенжебаев. Ал дыбыстап оқыған Жазира Тулешова. Бұл әңгіме әрбір ата-анаға ой салар, мағынасы терең әңгіме. Егер әңгіме ұнаған болса, лүпіл басып, өз ойларыңызды пікір бөлімінде қалдыра кетіңіздер. Деніміз сау, отбасымыз аман. Ұрпағымыз саналы, салиқалы ұрпақтан болсын. Амандықта болайық.